Хей, барлығыңа сәлем, сендермен бүгін мен влогтығы және бүгін менің достар видеомда блогериско. Достар, бүгін біз, яғни өзіміздің тағы да бір керемет челленджіміз шығардық. Бұл челлендж, достар, міне осындай аталады. Аты жоқ, бірақ достар, қандай челлендж екенін әлі ойлап таппадық. Және де достар, ақпараттар не деп ойласаңыздар, бұл ақпаратта достар біздің сұрақтарымыз бар. Біз осы видеоға арнап сұрақтар дайындаған болатынбыз. Сол сұрақтарды біз блогериско екеуміз бір-бірімізге қоямыз. Және де достар, кім жауап бере алмайды, соның басынан баклажкамен бір удар. Бұл жақта достар, әртүрлі типтегі сұрақтар болуы мүмкін. Сіздер де егер де білсеңіздер, жауап беріп отыруға тырысыңыздар достар. Және де достар, блогерисконың каналы описаниеда болады, сол жаққа жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ол жақта біз арнайы 2 видео дайындап шығарған болатынбыз. Егер де сіздерге ұнап жатса, онда ары қарай ол каналды дамытатын боламыз. Ендеше барлығы түсінікті деп ойлаймын. Видеомызды бастайық. Достар, біз видео қаралдық. Біз қазір суефа ойнап, кім бір рет ұтады, сол достар сұрақтарын бірінші қоя бастайды. Иә. Суефа. Достар, мен бірінші қоятын боламын. Так, достар, бізде бірінші сұрақ мынадай. Менің бірінші каналым қалай аталды? Достар, сіздер білмесеңіздер, мен бұның алдында да каналым болған. Ол канал, яғни ол аккаунтымнан жоғалтып алдым, сондықтан мен осындай сіздерге арнап жаңа канал аштым. Және сұрақ қайталап өтейін. Менің бірінші каналым қалай аталды? Бірінші Дастан канал деп аталды, одан кейін кішкене көтерілгеннен кейін Влог ТВ деп аталды. Яғни дұрыс, достар. Енді келесі сұрақ сен қоясың. Бұл вообще басқа темада. Ол жануарға байланысты. Мен мысықты жақсы көремін бе? Так, достар, бізге шамалы ойлану керек. Бұл негізі бізде мысықты ислам жақсы көрмейді. Басынан бір қоямыз, өйткені мен мысықты жақсы көремін. Қатырақ. Нормально. Так, екінші сұрақ бізде кетті. Менің сұрағым болады, достар. Ол каналды қанша жасымда аштым? Жаңағы менің бұрынғы каналымды қанша жасымда аштым? 9 жасында. Достар, қате. Мен оны 8 жасымда ашқан болатынмын. Так что біздің өзіміздің баклажкамызбен блогерисконың басынан бір рет бір қоямыз. Так, келесі блогериско сенің кезегің. Бұл да кішкене басқа темадан. Мен жиі қаншада тұрамын? Жиі 9-да? Иә, дұрыс, 9 немесе 9 жарымда. Сондықтан бұл баклажканы әрі ала тұрайық. Ал ендеше біздің үшінші сұрағымыз, яғни менің сұрағым. Каналда қанша видео? Дәл қазіргі біздің влог ТВ деп өзіміздің подписчиктерімізге арнап ашқан каналда қанша видео? Менің ойымша 9 немесе 8 видео. Жоқ, достар, қателесті. Біздің каналда дәл қазіргі уақытта бұл видеоны санамағанда 16 видео. Так что, достар, біз блогерисконың басынан тағы да бір отыратын боламыз. Әзірше, достар, блогериско бізде жеңіліп келе жатыр. Так что, жеңілмеуге тырыс. Давай, сенің кезегін. Бұл үшін сұрақта мен ойын жайлы айтатын боламын. Мен Бравл Старсты жақсы көремін бе? Немесе Майнкрафтты жақсы көремін бе? Мен ойымша Бравл Старс жақсы көретін сияқтысың. Екеуін де жақсы көремін. Болады немесе болмайды деп те айтуға болады. Өзің қалай ойлайсың? Негізі болады сияқты, өйткені Бравл Старс сетевая игра. Ендеше келесі сұрақ менікі. Менің сүйікті ютуберім. Ол орыс ютубын жақсы көреді. Аик Вячеслав. Дұрыс, достар, яғни бұл өте оңай сұрақ болды. Енді сенің кезегің. Бізде соңғы блогериско айтқаннан кейін бізде бір сұрақтан қалатын болады. Менің осы жаңа каналымда, блогериско каналымда әзірге қанша подписчик болған қалаймын? Әзірге 100. 50. Жай ғана 50. Неге, достар, біз видео қаралдық. Шамалы рекламный поза болды. Давай. Келесі сұрақ. Мен сұрағым? Менің сүйікті ойыным. Бұл өте қиын сұрақ.
Мен жиі ойнайтын екі ойын бар, бірақ Бравл ойын Старс немесе Майнкрафт. иә достар дұрыс, екі ойынды мен жиі ойнаймын. Мен сияқты. Келесі менің сұрағым. Қандай ойын менің сүйікті ойыным? Бравл Старс. Жоқ достар, қате, мен Майнкрафтты больше ойнаймын, сондықтан соны больше жақсы көремін Мен ойнауды. әлі ұтылып келе жатырмын. Достар, бұл келесіге ұтылып келе жатыр. Міне достар, Мені тағы да қолдап. бір удар ал. Лайк басамыз. Достар, оның арнасында жазылып кетуді ұмытпаймыз. Сол жақта барлық лайктарыңызды басып, ана оның арнасын жазылайық. Және мен жазылыңыздар. Мен де негізі Майнкрафт жақсы көремін, сол үшін Майнкрафт қазір сұрақ болады. Достар, менің сұрақтарым бітті. Қазір Майнкрафт туралы сұрақ. Менің Майнкрафтта салған үйімде қанша бөлме бар? Достар, соңғы салған үйінде болса, онда ол жақта қазір есептеу керек. Бізде 1 бөлме, 2 бөлме, 3, 4, 5 балконмен есептегенде. Сосын туалетпен есептегенде. 6 бөлме. Кухня. 6 бөлме дедім ғой. Дұрыс. Біз сосын туалетпен 6-шы бөлмеден, негізі 6 бөлме, бірақ балкон саналмайды. Достар, айтпақшы, бұл келесігі лабораториясы бар астыда. Сондықтан да достар, балкон саналмағанмен сол лаборатория саналады. Осы мен бүгінгі достар біздің видеомыз аяқталды. Бұл видео сіздерге ұнады деген шығар деп ойлаймын. Сондықтан да лайктарыңызды басып, арнаға ұмытпаймыз. Видео соңына да келіп жетті. Сіздермен болған мен Влог ТВ және мен қасында Блогериско. келесі кездескенше сау болыңыздар.